Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қой етінен шашыл дайындайтын боламыз, яғни қойдың етін маринадтайтын боламыз. Алдымен 3 кг қойдың етін аламыз, оған пиязымызды турап саламыз, оның үстіне киви саламыз. Киви салсақ етіміз жұмсақ болады. Қалауымыз бойынша тұз дайымыз, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды саламыз. Және де осындай маринад бар, дайын жари мясо деген. Бұл маринадпен шашлығымыз небәрі 30 минутта маринадталып болады. Ол кез келген магазиндерде сатады. Ал енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, шамамен жарты сағат, 1 сағатқа қойсаңыздар да тіптен жақсы болады. Шашлықтарыңыз жұмсақ болады. Ал міне маринадымыз да дайын, шашлығымыз да дайын. Өте керемет, жұмсақ болып шықты. Егер рецепт ұнайтын болса, каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер.